Қазіргі таңда мультфильм көңіл көтерудің және уақытты қызық өткізудің бір құралы. Киноға қарағанда аз мөлшерде шығатынына қарамастан, анимациялық фильмдер миллиард табыс жинап, кино әлемінен қалыспайды. Себебі заманауи анимациялық картиналарда барлық мүмкіндік бар. Үлкен кинокомпаниялар дәстүрлі түрде қолмен салудан бастап, компьютерлік графикаға дейінгі құралдарды пайдалана алады. Сондықтан мультфильмде кинодағыдай визуалды стильге және кейіпкерлердің дизайнына шектеу жоқ. Осының арқасында балалар мен үлкендер анимациядан өзге елдің тілін үйреніп қана қоймай, өнеге де ала алады. Олай болса, 2024 жылдың жазының топ 10 ең керемет және күлкілі мультфильмдеріне назар аударыңыздар. Бұл Nurse Movies. 10-шы орында Лунтик үйге қайту. Лунтик және оның достары анимациялық сериясын аяқтайтын ресейлік анимациялық фильм кинотеатрларда 2024 жылдың 29 тамызында шығарылды. Бұл мультфильмде Лунтик пен оның достары шегіртке Кузи, ара Элина, көбелек Пупсин мен Пупсин ұлттарының жаңа шытырман оқиғасын көрсетеді. Бұл жолы көңілді компания Лунтикке анасын тауып үйге айға оралуға көмектеседі. Ол үшін Лунтик шытырман оқиғалар мен қауіп-қатерлерге толы қара тауға шығуы керек. Лунтик бұл үлпілдек 4 құлағы бар, күлгін түсті айдан құлаған кейіпкер. Бірақ оның анасы, әкесі және өмірі туралы ешкім білмейді. Міне осы мультфильмде анасы кім екенін және өз отанына оралуын көрсетеді. Лунтиктің достары сериядағыдай өздерінің мінездерін сақтап қалды. Ал Лунтик баяғыдағыдай мейірімді және қарапайым. Бірақ ақымақтық жасайтын кездер болады. Кузя істей алмайтын міндеттерді өзіне ала береді. Пупсин мен Пупсин жамандық жасамаса тұра алмайды. Дегенмен жаңа кейіпкерлер қосылған. Олар құрт пен қырғаяқ. Қырғаяқ басты кейіпкерлерге кедергі келтірген нағыз ертегі болды. Ол бір жағынан қорқынышты, екінші жағынан күлкілі болды. Сондықтан суретшілерге респект. Картина бір орында тұрған сияқты және басқа бағытта жылжығандай болады, бірақ соңына қарай сюжеттің толыққанды және өз айтар ойы бар екенін түсінесің. Көп уақыт өткенімен кейіпкерлер мүлдем өзгермейді. Дегенмен көңілді атмосферасы және ерекше стилистикасы алып шығады. Негізінде сюжетті ортасына дейін толықтып әкелгенімен әрі қарай әзіл, драма және шытырман көрініс табады. Соңы күткендей хэппи-энд және жылы лебіздермен аяқталады. 9-шы орында 200% қасқыр. 200% қасқыр Алекс Стадерман түсірген және Джейн Лайнстың қасқырлар туралы дастаны негізінде түсірілген 2024 жылғы австралиялық шытырман оқиғалар комедиялық анимациялық фильмі. Лента 2020 жылғы 100% қасқыр фильмінің жалғасы және дыбыстауға Элай Суиндлс, Дженнифер Сандерс және Самара Уивинг қатысты. Пудель Фредди Люпин қасқыр болуды армандайды. Бірақ басқа қасқырлар Пудельге «Сен біз сияқты адамдарға көмектесіп қаһармандық істер жасай алмайсың» деп күледі. Бірде Фредди қасқыр болу үшін тілек айтқанда, бұзық ай рухы шатасып ұшып келеді. Ай рухы көп ұзамай жер мен ай соғысатынын айтады. Сонда Фредди жерді апаттан құтқару үшін ит достарын жинап, басқа планетаға ғарыштық тәртіпті орнату үшін және өзін дәлелдеу үшін сапарға аттанады. Мультфильмдегі оборотень тақырыбы жаңа емес. Мұндай сюжет аздап қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Бірақ кейде олар көрермендердің жүйкесін қытықтауға және күнделікті алаңдаушылықтан алшақтауға мүмкіндік береді. Себебі қазіргі кездегі көптеген анимациялық фильмдер өзінің бақытты аяқталатын романтикалық сюжетімен іш пыстыруы мүмкін. Ал егер оқиғада басты кейіпкердің шытырман оқиғасы және қиын тапсырмалар болса, картина соңына дейін жібермейді. Мультфильмде Фреддиден бөлек қасқыр туыстары және құрбысы Бетти және әртүрлі иттердің тұқымдары бар. Олар өз кезегінде оборотньдерге қарсы әрекет етіп, олардан аулақ жүруге тырысады. Бірінші бөлімде шытырман аз болғандай, екінші бөлімде де магниттей тартылып, мыртық рух қайтадан келеді. Дегенмен бұл рух келмегенде Фредди өз-өзін қабылдап үйренбейтін еді. Себебі ол өз кейпіне әртүрлі қырынан қарау керек еді. Сондай-ақ негізгі мақсат неде тұрғанын білді. Балаларға арналған танымдық және қызықты мультфильм ашық түстер назарыңды аудартады. Ал қызықты және күлкілі кейіпкерлер бір кездері бала болғанымызды, осыған ұқсас қиындықтар мен қызықтарға тап болғанымызды еске салады. 8-ші орында Супер құстар ұшу миссиясы. Режиссер Нестор Денистің өз сценарийі бойынша түсірілген 2024 жылғы итальяндық-испандық анимациялық фильм. Бірнеше жыл бұрын
экранға көңілді және сүйкімді мультфильм шықты. Ол Пуффиндер немесе Тупики. Сюжет комедия ноталары бар шытырман оқиғаны баяндайды. Дәл осы сериал авторларға супер құстарды толықметражды түрде түсіруге мүмкіндік берді. Оқиға Арктикада Тайксвилл деп аталатын қалада өтеді. Бұл қаланың тұрғындары көңілді, себебі тұрғылықты халық көңіл көтеру және қуану үшін әртүрлі сынақтар мен жарыстар ұйымдастырады. Бірақ бұл нәрсе өнертапқыш әрі зұлым Отто фон Моржға ұнамайды. Сондықтан ол өзін бұл қалада артық сезінеді. Бұны тоқтату үшін Отто қаланың халқын өзіне бағындырғысы келеді және ол бұл жолда бірден бірнеше жоспар құрып, әйтеуір біреуі іске асатынына сенеді. Ал бұл зұлымдықты тоқтатып және қаланы құтқаратын супер құстар тобы. Болып жатқан оқиғаларға, іс-әрекеттерге қарау қызықты, себебі сюжеттің құрылымы бірнеше эквивалентке бөлінеді және біріншісі аяқталса, екіншісі басталады. Осылай әрі қарай не болады деп күтіп отырасың. Бұның бәрі Отто фон Морждың қаланы жаулап алу жоспарына байланысты. Дегенмен оның жоспары іске аспайды. Содан ол әдеттегідей жаңа жоспарын құрады. Қызық болу үшін барлық құпиясын ашпай-ақ қояйық. Картинаның ерекшелігіне кейіпкерлердің сөйлемейтінін, тек өздеріне тән дыбыс шығаратынын айтсақ болады. Ал сөйлейтін тек баяндаушы. Мультфильм керемет және қызық, ал кейіпкерлері сүйкімді және әзілге толы. Егер балалармен көрсеңіздер, әсері екі есе болады. 7-ші орында Құбыжықтар тобы. Мультфильм Пушистый шпион, Астерикс и Викинги, Песочный человек, Звезда Лоры и Таинственный дракон Ньян атты туындыларды шығарған германиялық Дженс Мюллер, Джеспер Мюллер және Питт Рикердің жұмысы болып табылады. Өте жақсы елес Элли, таңғажайып құбыжықтар, троллер, мумиялар, қасқырлар және тіпті вампирлер мекендейтін әлемде өмір сүреді. Ол күн сайын елестану ғылымын зерттеп, адамдарды қорқытуды үйренеді. Бірақ Эллиге бұл ұнамайды. Бір күні Элли өзінің құбыжықтар командасымен бірге адамдар қаласына шытырман оқиғалар мен қауіп-қатерге толы саяхатқа барады. Мультфильм антуражы және стилистикасы бойынша Монстры на каникулах лентасына ұқсайды. Бұндай тематикаға ұнайтындарға таныс болады. Бірақ бұл картина мүлдем бөлек және ерекше болып шыққан. Сюжеті жақсы және тың идеялар қосылғаны көрініп тұр. Ең бастысы өскелең ұрпаққа, әсіресе балаларға, қиыншылықта жақындарды тастамауға, өз күшіңе сенуге және берілмеуге үйретеді. Сюжетке қатысты сұрақ жоқ, ол үшін плюс. Бұл анимацияның бейнелеуін және суретін бөлек атап өтуге болады. Қарапайым түрде айтқанда, кейіпкерлері өте әдемі, көзге жағымды көрінеді. Елесті қалай сәулелендіргені тіпті керемет. Айтпақшы, кейіпкерлердің барлығы әртүрлі, ерекше және тірі болып бейнеленген. Жалпы мультфильмнің тағы бір плюсы басқаша атмосферасында. Позитивті, жеңіл, бірақ сонымен қатар мағынасын да көруге болады. Және Тышқанның кейіпкерін атап өтсек болады. Өз рөлін жақсы ойнап шықты. Ал соңында басты кейіпкер көптен күткен және армандаған отбасын табады. 6-шы орында Эмма ламалар әлемінде. Эмма ламалар әлемінде 2024 жылғы Америка құрама штаттары, Қытай және Ирландия бірлесіп шығарған Кунг-фу Мулан және 2015 жылғы Русалка қарақшылар шабуылы ленталарының шығуына көмектескен режиссер Лео Льюис Ляоның анимациялық фильмі. Сценаристері Элис Блэхард, Роджер Чен, Шон Ламб. Бұл картинаны дыбыстауға Трэвис Кловер, Нико Черентес, Натали Грейс шақырылды. Бала кезінен Элла өзінің отбасы деп санайтын таңғажайып жануарлар әлемінде өмір сүреді. Алайда ламалар арасында болған кезде ол бәрі сияқты емес сезінеді және өзінің шынайы шығу тегі туралы ойлайды. Жауап табуға бел буған Элла қызықты сапарға аттанады. Сол жақта жаңа достар тауып, өзі жайлы ақпарат алады. Шын мәнінде бүкіл сюжетті шартты түрде осылай бөлуге болады. Элланың үйден шығуы, шытырманның басталуы, жаңа таныстар, саяхат, жауызбен шайқас және хэппи-энд. Бұл үш жүзінде 6 локация және бүкіл сюжет. Мультфильм өте түрлі түсті болып шықты. Ауыр емес, әзілге толы. Асыра сілтеусіз және терең мағынасыз. Және балаларды жалықтырмау үшін динамикасы да бар. Бірақ кейде сюжеттің бұрылыстары қисынсыз болып кетеді. Сондықтан үлкендерге драматургия аз болуы мүмкін. Расын айтқанда, лента өзгеше элементтерге толы. Мысалы, жануарлар әлемі адамдарды білмейді және өздерін ақылды өркениетті деп санайды. Бұл ерекше концепция. Өйткені бұндай сюжеттегі мультфильмдер жоқтың қасы. Бәзбіреулер бұл картинаны Мауглиге ұқсатады. Әрине өзге отбасында қалған адам баласы ретінде ұқсайды. Бірақ бұл жерде адамдар тайпа ретінде көрсетілген. Ал визуал және анимацияға келсек, компьютерлік ойындарға келеді. Бұл жаман белгі емес, бірақ кейіпкерлердің және локациялардың элементтері әртүрлі жобалардан алынған сияқты болып көрінеді. Сондықтан болар жалпы анимациялық концепциясы және стилистикасы сәйкес келмейтіндей болады.
Мысалы ламалар үлпілдек, ал басқа кейіпкерлері мысалы егеуқұйрық және аю төртбұрышты. Алайда мағынасы және әлемі балаларға ерекше ертегілер әлеміне саяхат жасауға септігін тигізеді. 5-ші орында Ультрамен өрлеу. Ультрамен өрлеу Suburaya Productions компаниясының Ультрамен франшизасына негізделген 2024 жылғы супер қаһармандық анимациялық фильмі. Бұл Netflix Animation және Suburaya Productions, яғни жапондық, американдық бірлескен өндіріс болып табылады. Осыған қоса Industrial Light and Magic компаниясы үлес қосты. Осы лента франшизаның 44-ші картинасы. Бұл анимациялық фильм Шон Тиндлдің режиссерлік дебюті, және бұл картинаны ол Марк Хеймспен бірлесіп жазды. Фильмде Ультраменді Кристофер Шон және Кунг-фу Панда 4 47 Ронинді ойнаған Гёде Ватанабе және Тэмлин Тамита, Кеон Янг және Джулия Хариман дыбыстады. Бейсболдың супер жұлдызы Кен Сато әкесінің орнын басып, Ультрамен болу үшін Жапонияға оралады. Сонымен қатар ол өзінің басты жауының баласы жаңа туған Кайдзоға қамқорлық жасауы керек. Супер қаһармандар осы уақытқа дейін бірнеше ұрпақтың тренді болды және болып қала береді. Бұл тақырыпта миллиондаған мультфильм түсіріліп тастағанына қарамастан, өндіріс жағынан да, табыс жағынан да ұтылмайтын нұсқа. Дегенмен жапондық мультфильмдер Голливудтың жолын өткен жоқ. Сондықтан тың идеялар мен кейіпкерлерді күтуге болады. Негізінде басты кейіпкерде таңдау жоқ. Ол не қиялындағы жоғары деңгейдегі бейсболшы болады, не әке жолын қуып Ультрамен болып, тұрақты түрде тұтқиылдан шабуыл жасайтын Кайдзюдан Жапон елін құтқарады. Бірақ Кен Сато екі жақта да үлгереді. Яғни кәсіби бейсболшы болады және ара-тұра Ультрамен кейпіне еніп, елді құтқарады. Өмір осылай өз ағынымен ағып жатты. Алайда кезекті бір шайқасында бір зат тауып алады. Ал бұл заттың ішіндегі нәрсе уайым мен мазасыздықпен қоса шынайы қуаныш, тіпті бақыт әкелді. Ал Ультраменге келсек, қазір жаңа супер қаһарман ойлап шығару өте қиын. Себебі Marvel және DC шамамен барлық дерлік қаһарманды шығарып қойған. Айта кететін жағдай, Ультрамен Marvelдың құмырсқа адамына ұқсап кетеді. Әсіресе алып болатын жері. Жалпы айтқанда жақсы жасалған лента. Себебі бұл Netflix және Жапония мен ақш-тың бірлескен туындысы. ақш-тан бір ғасырға жуық тәжірибе, жетістіктер және қаржылық көмек болады. Ал Жапониядан түпнұсқалық шынайы кейіпкерлер болды. Егер жақсы әзіл қосқанда бұдан да жоғары болар еді. Дегенмен авторлар бар фантазиясын және уақытын арнағаны көрініп тұр. Бұл анимациялық фильм өзінің өте әдемі және сапалы картинасымен көзге түседі. Нағыз осы заманға сай мультфильм. Өйткені соңғы жылдары шығып жатқан Человек-паук через вселенные және Плохие парни осындай стильде түсірілген. Осыдан бөлек комедия мен драма орнымен көрсетілген. 4-ші орында Жалқау отбасы. Жалқау отбасы 2024 жылғы австралиялық толықметражды анимациялық фильм. Режиссерлікке Страшилки и тайна города света және Пушистые спасатели новая команда мультфильмін шығарған Таня Венсан отырды. Өндіріске Leica Photon Creative және Screen Queensland Studios, ал анимацияға Cosmic Dino Studio жауап берді. Дауыл жалқаулар отбасының үйі мен мейрамханасын қиратқаннан кейін олар қалаға көшіп келеді. Мегаполисте олар көлікпен асхана ашып тез танымал болады. Бірақ олардың жетістігі бәсекелестерінің қызғанышын тудырады. Сөйтіп Гепард Долли жалқаулардың отбасылық рецепттарын алдабырлап кетеді. Енді жалқау отбасы келушілерді қайтару үшін тез әрекет ету керек. Дегенмен олардың қызы тыныс Лаура мәз болып жүр, себебі алдында танымайтын және қызық нәрселерді көреді. Оған қоса жаңа достар мен шытырман оқиғалар күтіп тұр. Бірақ бұл мәселені шешуді Лаура өз қолына алады. Жалқау кейіпкерлерді авторлардың таңдағаны қызық екен, себебі жалқаулар тек орталық және оңтүстік Америкада өмір сүреді. Осыған қарамастан, дәл сол жалқаулардың арқасында лента әдемі, түсінікті графикамен мейірімді және мағыналы болды. Үлкендерге жергілікті көрінуі мүмкін, дегенмен отбасымен көруге арналған анимациялық фильм. Жалқау отбасы бұл жағымды кейіпкерлерге толы, жауызы және бәріне ұнайтын соңы бар классикалық картина. Лентаның стилистикасы Кот в сапогах және Черепашки ниндзя Погром мутантовқа ұқсайды, яғни қазіргі заманғы сәнге сай. Бұл отбасылық құндылықтарға махаббат пен толы отбасылық фильм. 3-ші орында Бизонды қолға үйрету. Бизонды қолға үйрету, ал түпнұсқасын аударсақ, бизон балалары Педро Салис Гарсия және Хуан Хесус Гарсия Галаш түсірген 2024 жылғы испандық анимациялық шытырман оқиғалы фильм. Сценаристері Хорди Гасул және Хавьер Барейра. Ал кейіпкерлерді дыбыстауға британдық және ирландық танымал актерлар Алиша Вейер, Конор Макнил, Джейма Артертон, Шон Бин және Стивен Грэм шақырылды. Композиторы Мумиёшки және Невидимый гость триллеріне музыка жазған Фернандо Веласкес. Бұл мультфильмнің сценарийін Хорди Гасул мен Хавьер Барейра Педро Салистің
Cuerdas атты қысқаметражды фильмінен негізде ала отырып жазған, яғни струны, қазақша ішектер. Ал Педро Солис бұл қысқаметражды фильмді өзінің балалары Александра және Никоның қарым-қатынасынан шабыт алып шығарған. 1886 жылы екі ирландық жетім Мэри мен Том мұхит лайнерімен шулы және қарбалас Нью-Йоркке келеді. Бірақ олардың ағасы күтіп алмайды. Сөйтіп ол екеуі ағасын іздеп трансконтинентальды теміржол арқылы қызықты сапарға аттанады. Жалпы бизонды қолға үйрету вестерн жанрында 19 ғасырдағы жабайы бас атмосферасын керемет түрде жеткізеді. Бұл анимациялық фильм махаббат пен мейірімділікке толы, бауыр мен дос арасындағы қарым-қатынас қалай болу керегін көрсететін отбасылық картина. Басы қарапайым болып басталады, сондықтан ештеңе күтпейсің. Бірақ әрі қарай не болар екен деп қызығып көресің. Себебі бұл анимациялық фильмде комедия, мелодрама, шытырман жанрлары орын алады. Бұдан бөлек драма мен экшн ұштасып, кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін ашады. Бір қарағанда заманауи мультфильмдерге ұқсағанымен, бұл картина осыдан 40-50 жыл бұрын түсірілген нағыз вестерн фильмдерсің. Ал саундтрегі Индиана Джонс немесе Звездные войны деген ленталарды еске салады. Бұл картинаға авторлар бар күшін және өнерін салғанын көрініп тұр. Шынын айтар болсақ, тек балаларға арналған емес, себебі бірнеше өте күрделі тақырыптарды түсінікті және қарапайым етіп көрсетуге тырысқан. Бұл мультфильмге тек плюс алып келді. Мысалы, балалардың ата-анасы жоқтығына қарамастан мейірімді және көңілді бөлісуді өте керемет көрсеткен. Ал қозғалмайтын баланың кейіпкерін авторлары жетер жеріне тигізіп, киноактер ойнағандай шынайы, сүйкімді етіп көрсеткен. Екінші орында Джексон мен 4. Illumination және Universal Pictures бірлесіп Крис Реноның режиссерлігімен шығарылған американдық анимациялық комедия фильмі. Джексон мен 4 мультфильмнің толық шолуын менің арнамнан көре аласыздар. Грюдің жауы Максим Немал құрбысы екеуі түрмеден қашып кетеді. Сөйтіп басты кейіпкердің өміріне қауіп төнеді. Ал Грю отбасымен басқа қалашыққа көшуге мәжбүр болады. Әдеттегідей жақсылық жеңеді, ал жамандық жазаланады. Барлығы білетіндей, Джексон мен мультфильмі анимацияға жаңа идея мен ерекше кейіпкерлерді көрсеткен картина. Оған қоса мультфильмді қалай түсіру керектігін көрсетіп, индустрияға тон берген шығарма. Джексон мен 4 картинасы жас талғамай барлық көрермендерге ұнайды және күлкімен қоса бұрынғы сериясын еске салып, жағымды әсер қалдырады. Егер отбасылық шеңберде, әсіресе балалармен көрсеңіздер, көңілді әрі қызықты болады. Себебі ерекше көңіл күй мен эмоция береді. Бұдан бөлек энергия алуға болады. Кейіпкерлер күшті, шынайы суреттелген, ал картина визуалды түрде әдеттегідей жоғары сапада орындалған. Егер бұл аз болса, сюжеттің бұрылыстары мен таңғаларлық музыкамен көркемделген. Бірінші орында Бас қатырғыш 2. Бас қатырғыш 2 Pixar әзірлеген және Walt Disney Pictures таратқан, режиссер Келси Манның, продюсер Марк Нейсон және сценарист Мэг Левихтің есеуі туралы американдық компьютерлік анимациялық фильмі. Райли жасөспірім болған және оның миындағы штаб пәтері эмоцияларға орын беру үшін күрделі жөндеу өтуде. Қуаныш, қайғы, ашу, қорқыныш және жиіркеніш, мазасыздықтың, қызғаныштың, ұялудың және зеріктіргіштің пайда болуын күткен жоқ. Әрі қарай Райли екі жақын досымен бірге хоккей лагеріне барады. Онда ол орта мектеп командасына қосылуға мүмкіндік алады. Және қуаныш эмоциясы бұндай жағдайда не істеу керектігін біледі. Бірақ мазасыздық эмоциясы оның орнын басатынын күткен жоқ. Шамамен 10 жыл бұрын Бас қатырғыштың бірінші бөлімі шығып, әлемді таң қалдырды. Себебі адамның эмоциясын, сезімінің бар екенін және ол қалыпты жағдай екенін көрсетті. Ал олар өз алдына адамның тұлға болып қалыптасуына әсер ететінін дәлелдеді. Міне осы жылы көптен күткен екінші бөлімде шықты. Бұл сериясында адамның қалыптасуына тек эмоция ғана емес, сонымен қатар одан маңызды нәрсе бар екенін көрсетті. Ол сенім, ал сенімділіктің кілті ой мен естеліктер болып табылады. Бұнымен мультфильм бірінші бөлімдегідей барлық нәрсе біз ойлағандағыдай қарапайым еместігін көрсетті. Менің ойымша, бұл анимациялық лента біздің психикамыздың және біздің менмендігіміздің қалай жұмыс істейтінін көрсетті. Ал мазасыздықтың эмоциясы өзі үшін өзінің мазасын қашырып алды. Бұл адамдардың стресстік жағдайдағы нағыз көрінісі. Әрине өте әсерлі және терең сәті соңғы ойындағы барлық жинақталған эмоциялардың шарықтау шегі болды. Дәлірек айтсақ, Райлидің эмоцияларымен күресуі
және соңында не түйгені әдемі дәлдікпен көрсетілген. Бізге соңғы ойынның немен аяқталғанын көрсетпеді. Неліктен? Себебі Райлиге ұту немесе ұтылу маңызды емес. Ол үшін ойынның әр сәтіне қуану маңызды болды. Менің ойымша бұл мультфильмді балаларға көрсету керек. Өйткені эмоция барлығында болады, сондықтан эмоцияларды жеңіп және өз эмоцияларыңды ақылға бағындырып, жағымсыздарын тастау керегін анимациямен ерекше жеткізген. Бұл анимация әлемдегі ең үздік картиналардың бірі. Себебі әлемдік прокатта миллиард жинаған мультфильмдер, яғни Холодное сердценің 2 бөлімі, Братья Супер Марио в кино, Суперсемейканың 2 бөлімінен кейінгі 5 орында тұр. Бұл Pixar компаниясының бірнеше жылдық сәтсіздіктерінен кейінгі үлкен жеңісі болды. Жасымен үйренетін, сабақ алатын, көруге тұрарлық мультфильм болып шықты. Бұл мультфильмдердің жанры бір-бірінен қатты алшақ емес, бірақ анимацияға тән фантастика, комедия және вестерн жанрлары бар. Бұл топтың ішінде балалар, жасөспірімдер, сонымен қатар үлкендерге де ұнайтын картина табылады. Сондықтан әрқайсысынан өзінше өнеге, тәлім алуға болады. Ал ең бастысы, отбасыңмен ертегілер әлемімен көңіл көтере аласың. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер бұл топ ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыздар.